Әне міне дегенше соңғы сабаққа да жеттіңіздер. Негізі 50 мың күніне 100 мың теңге, 300 мың теңге, 400 мың теңге, 200 мың теңге табу деген сияқты жалпы рекламадан, осы P2P-дан жалпы көріп жатасыздар, сондай нәрсе қайда деп ойлап жатқан болуларыңыз мүмкін, сондай ақша қайда, кім сонда қалай тауып жатыр деген сияқты. Негізі сіздер P2P арбитраждың базовыйын үйреніп шықтыңыздар. Ал нақты 50 мың, 100 мың, 200 мың күніне табу үшін табуға болады, болмайды деп айтпаймын, табуға болады. Бірақ ол үшін де өзінің бір жолдары болу керек, яғни оның жолдары бар. Оны мен сіздерге осы видеоның соңғы жағында айтып өтіп кетейін. Жалпы сіздер уже P2P арбитражды былайша айтқанда толықтай үйреніп шықтыңыздар, яғни базасын түсіндіңіздер, яғни базовый түсіндіңіздер. Қалай алу керек, қалай сату керек, қандай гарантия бере алады. То есть қанша ақша алып сатсаңыз да ешқайда күйіп қалмауға болады деген сияқты жалпы сондай жолдардың барлығын түсініңіздер. Және де классикалық связка қандай қиындықтар болуы мүмкін, яғни связка жоқ болып кетуі мүмкін деген сияқты әртүрлі нәрсені көріп шықтыңыздар. Мен сіздерге мынандай нәрсені айтқым келеді. Жалпы арбитраж деген ол бір мамандық деп алатын болсақ, сол бір мамандыққа тоже керек нәрсе бар. Ол керек нәрсе не дейтін болсақ, әрине ол связка. Яғни связка керек. Мысалға бір маркетинг маманына бір нақты бір контент план, болмаса бір бизнесмен кісіге, ол кісіге де бір нақты бір пландар керек та, яғни бизнесін ары қарай бір жүргізу үшін да. Мысалға маркетинг маманына нақты бір контенттер болатын болса, нақты бір клиенттері болатын болса, ары қарай жұмыс істей салатын. Сондай нәрселері болатын болса, ол маркетинг маманы өте көп ақша табылады. Ал ендігі бір маркетинг, ол клиент таппаса, жаңағыдай нақты бір контент пландары болмаса, яғни ол кісі ақша таппайды деген сөз. Яғни дәл солай осы арбитражда да дәл осылай. Яғни арбитражды сіздер толығымен түсіндіңіздер, қалай жасалынады, қалай болады, не істеуге болады, барлығын түсіндіңіздер, үйрендіңіздер. Енді сіздерге тек қана связка жетіспейді. Осы бір связканы тапсаңыздар болған, яғни связка жетіспейді, және де мерчант аккаунт жетіспейді. Яғни осы мерчант аккаунт пен связканың рөлі былайша айтқанда өте маңыздылығы зор. Сондықтан да осы именно арбитраж саласында сіздер енді ары қарай ізденіп, ары қарай жаңағыдай 50 мың, 100 мың, 200 мың теңге табу үшін нақты сіздер өздеріңіз связка табуларыңыз керек. Яғни ол связканы қалай табасыздар? Мүмкін бір жерден сатып аласыздар, мүмкін өздеріңіз ізденіп тапсаңыздар болады. Оны не только сатып ала беру, ізденіп те тауып ала беруге болады. Енді мен связканы тауып алуға байланысты тағы бір видео салатын боламын алдағы уақытта, әрине. Связканы кішкене қалай іздеуге болады, қалай табуға болады, және де қандай связкаларды сатып алуға болады, қандай связкаларды ұсынып тұрса да сіз сатып алмауыңыз керек. Сол жайлы да мен сіздерге түсіндіріп өтетін боламын. Жалпы енді қарап отырсақ, 300 мың теңге, 400 мың теңге жалпы күніне қалай табуға болады. Ол үшін бағана айтқандай нақты бір связкаңыз болу керек. Сол связкада, мысалға, бізде енді ондай связка бар, мерчант аккаунт бар. Мысалға, соның арқасында біз өзіміз ғана таба аламыз. Және де тағы бір керек нәрсе бар, маңызды нәрсе, ол ақша. Яғни, ол ақша дегенде мен қазіргі ситуациямен айтып жатырмын. Оған қатып қалудың керегі жоқ. Яғни, мысалға, қазіргі ситуацияда бізде международка связкалар өте көп болған бұрын, қазір бір ғана связкамыз жұмыс істеп тұр. Яғни, ол стабильны, осы 2 жылдан бері тұрақты жұмыс істеп келатқан связка, және де бұдан кейін де тұрақты істейтін связка. Не үшін? Өйткені ол связканы біз толығымен зерттеп шыққанбыз. Ол связка өліп қалуы мүмкін емес, яғни толығымен зерттелген связка. Сондай связкаларға сіздерге, ол связкаларға бірақ үлкендеу ақша керек. Жоқ дегенде 10 мың доллар. Яғни осындай 10 мың долларыңыз болатын болса, мерчант аккаунт алатын болсаңыз, спокойно жаңағыдай 100 мың, 200 мың, 300 мың теңге күніне табуға болады. Енді 10 мың доллардан да енді көбірек ақша болса. Және де одан да бөлек мерчант аккаунт емес, бір 30 мың доллардай ақшаңыз болатын болса, ешқандай шетел емес, Қазақстанның ішінде отырып та, яғни басқа биржа арқылы жұмыс жасау арқылы сіздер табуға болады. Біздің ол екінші связкамыз болып есептеледі. Яғни ол 30 мың доллардан жоғары ақшамен жасалынады. Жалпы айтайын дегенім не бұл жерде? Сіздер P2P-ді толығымен үйреніп шықтыңыздар, бірақ ары қарай жасау үшін сіздерде нақты ақша болса ғана жаңағыдай өте үлкен ақшаларды таба аласыздар. Сіздер 500 мың, миллион, 2 миллион теңгемен, принципе,
ондай ақша таба алмайсыздар. Нақты мен курста осыны жеткізгім келген. Қазір көптеген курстар сатылып жатыр. Осы арбитраж курстары нақты айтатын болсақ, сол курстардың барлығында осы мен беріп өткен 20 мың теңге беріп өткен информациядан кем болмаса ешқашанда артық емес. Даже маған оқыған кісілер де келіп отқан шығар осы жерде. Мен негізі ол кісілерге де айтқам, жалпы сол информациялар болады деп. Нақты айтатын болсам, жалпы сол адамдардың 200, 300, 400, 500 мың теңге сатып жүрген курстарын сіздер бар болғаны 20 мың теңге оқи алдыңыздар. Яғни арбитражник болдыңыздар. Енді ары қарай нақты үлкендеу ақша табу үшін жаңағыдай өздеріңіздің обороттарыңыз болу керек. Бұл жерде айтатын болсам, егер инвестор басқа тартып жұмыс жасайтын болсаңыздар да болады әрине. Неге? Өйткені өздеріңіз көріп отқандай, бұл P2P арбитраж өте сенімді сала. Яғни ақшаларыңыз ешқайда жоқ болып кетпейді. Өздеріңіз осы уақытқа дейін 5 мың теңгемен де, 500 мың теңгемен де, 1 миллион теңгемен де жасап көрдіңіздер, иә? Көздеріңіз жетті деп ойлаймын жалпы. Егер сондай ақшаларыңыз болып жатса, сондай мерчант аккаунт алғыларыңыз келсе, онда бізге хабарласып, бізге жазсаңыздар болады. Дәлінше өзіміздің арнайы курсымыз бар. Егер оқимын десеңіздер, сол курста сіздерді күтеміз. Яғни ол жерге енді мен қазір сіздерге айтып тұрғандай, ақшаларыңыз нақты болса ғана, жаңағыдай осы P2P мен базамен үйреніп, уже P2P сізді өзіңіздікі екенін түсінсеңіз ғана келіп оқысаңыз болады. Ол жаққа енді біз сізді қатты не істеп тұрған жоқпыз. Яғни өзіңіз жаңағыдай 100-200 мың теңге ақша тапқыларыңыз келетін болса, келіп сол информацияларды ғана сатып алсаңыз болады. Енді ол оқу дегенде бір үлкен не емес, яғни бір күндік кездесу. Сол бір күндік кездесуде біз сізге, яғни ақшаны қай жақтан алу керек, қай жаққа сату керек деген сияқты нақты сондай бір связка беретін боламыз. Жалпы солай айтайын дегенім, енді арбитражник болғаннан кейін сіздерге нақты бір ары қарай жұмыс істеу үшін, ары қарай көбірек ақша табу үшін ақшамен нақты сіздерге бір связка керек болады. Жалпы сол связкаларды қалай табу керек? Енді қалай табу керек екенін детальный көрсетіп бере алмаймын, бірақ примерно мен сіздерге көрсетемін, және де сіздер основной связкаларды сатып алуыңыз мүмкін. Сол связка сатып алу барысында алданып қалмау үшін, яғни қысқа мерзімді ғана болатын связкаларды сатып алмау үшін мен сіздерге тағы бір видео саламын. Сол видеоны тыңдап, соңғы видеоны тыңдап шығыңыздар. Сол видеоға қарап, кейін естеріңізде жүрсе, кейін соған қарап, менен мүмкін болмаса басқа біреуден сатып алсаңыз да, сол видеоға қарап сатып алсаңыздар болады.